Ұстаз әр адамның жүрегіне ерекше жылулық нұрын себетін аялы тұлға бейнесімен өзекте соғым. Педагогтар қауымның төл мерекесі қарсаңда біздің түсіру тобымыз Петропавлдағы Әл-Фараби мектеп-лицейінің мұғалімі Айнагүл Тоққожинамен жүздесіп қайтты. Айнагүл Тоққожинаның ұстаздық етіп жүргеніне биыл 23 жыл. Өзінің еңбек жолын 1992 жылы Петропавл қаласындағы педагогикалық институттың химия-биология факультетін тәмамдағаннан кейін бастаған. Қазіргі таңда ол Әл-Фараби мектеп-лицейінің химия және биология пәндерінің мұғалімі. Құрметті ұстаздар қауымы, сіздерді келе жатқан төл мерекелеріңмен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, еңбектеріңіз әрқашанда табысты болсын, шығармашылық жетістіктер, шәкірттеріңіз әрқашанда шын биіктерден көрінуіне тілектеспін. Шәкірттерінің құрметі мен махаббатына бөліне беріңіздер. Отбасылық амандық тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын, мерейлеріңіз үстем болсын. Ұстаздардың кәсіби шеберлігін, білім беру деңгейінің өсуіне жоспарлы түрде жүргізілетін әдістемелік жұмыстар өз ықпалын тигізері сөзсіз. Сондықтан Айнагүл Бұланова жыл сайын деңгейлі курстарда білімін тереңдетеді. Айнагүл Бұланқызы маған химия пәнінен 8-ші сыныптан бастап сабақ береді. Сабақтар әрдайым қызықты, әрбір сабақты мен түсінемін. Бұның барлығы ұстазымның еңбегі, барлық мұғалімдерге, қала мұғалімдеріне, біздің мектеп мұғалімдерімізге тілейтінім ол еңбектері жемісті болсын, шәкірттерінің биіктен көрінгенін әрдайым көре берсін, және де олардың еңбек жолдары әрдайым қызықты және қызғылықты болсын. Айнагүл Тоққожинаның шәкірттері жыл сайын қала және облыс көлемінде өткізіп жүрген түрлі сайыстарға қатысып, мектеп және ұстаз абыройын асқақтатып жүлделі орындар алуда. Мәселен, 2014 жылы 2 оқушы халықаралық ғылыми жобалар байқауында жеңімпаз атанып, жоғары оқу орнында тегін оқу құқығына ие болды. Лаура Тіліпова, Қуаныш Қазбеков, ақпарат.